Бұл Алладан және елшісінен келісім жасасқан мүшриктерге бір құлақтандыру. Әй мүшриктер, жер жүзінде 4 ай кезіңдер. Расында Алла осалдата алмайтындықтарыңды және Алла кәпірлерді қорлайтынын біліңдер. Ал бұл ірі хаж күні Алладан елшісінен халыққа бір жарнама. Расында Алла және елшісі мүшриктерден безет. Егер тәубе қылсаңдар, сендер үшін жақсы болады. Ал егер жалтайсаңдар, Алланы еш осалдата алмайтындықтарыңды біліңдер. Әй Мұхаммед, қарсы болғандарды күйзелтуші азаппен сүйіншіле. Бірақ келісім жасасқан мүшриктерден кейін сендерге түк кемшілік істемесе, біреуге көмек етпесе, олардың келісімдерін мерзіміне дейін тамамдаңдар. Расында Алла тақуаларды жақсы көреді. Ал қашан құрметті айлар шықса, сонда мүшриктерді қайдан тапсаңдар да өлтіріңдер. Оларды ұстаңдар, қамаңдар, және олардың бүкіл жолдарын аңдып отырыңдар. Сонда егер олар тәубе қылса, намазды толық орындап, зекет берсе, онда олардың жолын бос қойыңдар. Расында Алла жарылқаушы, ерекше мейірімді. Мұхаммед, оған Алланың сәлемі болсын. Егер мүшриктерден біреу сенен пана тілесе, онда оған Алланың сөзін тыңдағанға дейін пана бер. Сонан соң оны бейбіт орнына жеткіз. Бұл олардың түк білмейтін ел екендігінен. Ол мүшриктердің Алла қасында, елшісінің қасында қалай келісімі бола алады? Бірақ мешіт харамда бітім жасасқандарыңдікі болады. Олар сендерге түзу сыңай байқатса, сендер де оларға түзу ыңғыл көрсетіңдер. Алла сақтанушыларды жақсы көреді. Қалайша олармен келісім болады? Егер олар сендерге өктем келсе, сендер туралы жақындыққа да келісімге де қарамас еді. Олар сендерді ауыздармен разы қылмақшы да, жүректері ұнатпай. Өйткені олардың көбі бұзақы. Олар Алланың аяттарын аз бағаға сатып, оның жолынан тосты. Олардың істеген істері нендей жаман. Олар мүмін жайында жақындықты да келісімді де сақтамайды. Міне солар шектен шыққандар. Сонда егер олар тәубе етіп, намазды толық орындап, зекет берсе, онда олар сендердің дін бауырластарың. Білген елге аяттарымызды ашық-ашық баян етеміз. Егер олар уәделескеннен кейін анттарын бұзып, діндеріне тіл тигізсе, қарсылыққа жетекші болғандармен соғысыңдар. Өйткені олардікі ант емес. Олар бәлкім тыйылар. Әй мүміндер, анттарын бұзған, пайғамбарды жұртынан шығаруға бел байлаған, және сендерге келігуді алғаш рет бастаған бір елмен неге соғыспайсыңдар? Олардан қорқасыңдар ма? Егер иман келтірген болсаңдар, қорқуларыңа Алла тағы лайығырақ. Олармен соғысыңдар. Алла оларға сендердің қолдарымен азап етсін де оларды қорласын. Әрі оларға қарсы сендерге нұсрат берсін. Сондай-ақ иман келтірген елдің көңілдерін ашсын. Және олардан жапа шеккендер жүректерінің ашуын тарқатсын. Алла кімді қаласа тәубесін қабыл етеді. Алла толық білуші, аса дана. Сендер іштеріңнен соғысқандарда сондай-ақ Алладан, пайғамбардан және мүміндерден басқаны дос етпегендерді Алла анықтамай бос қоя береді деп ойлайсыңдар ма? Алла істегендеріңді толық білуші. Мүшриктердің өздерінің қарсылықтарына куә бола тұра, кәпір халінде тұрып, Алланың мешіттерін жасауларына болмайды. Олардың амалдары жойылған. Олар тозақта мүлде қалады. Алланың мешіттерін шынайы түрде Аллаға, ақырет күніне сенген, намазды толық орындаған, зекет берген және Алладан ғана қорыққан кісі жасайды. Міне солардың тура жол табушылардан болулары үміт етіледі. Әй мүшриктер, сендер қажыларға су беру, харам мешітін жөндеуді Аллаға, ақырет күніне иман келтіріп, және Алла жолында соғысқан кісі сияқты көресіңдер ме? Бұлар Алланың қасында тең болмайды. Алла залым қауымды тура жолға салмайды. Сондай иман келтіріп, жұрттарынан ауғандар және Алла жолында малдармен, жандармен соғысқандар Алланың қасында ірі дәрежеге ие. Міне солар мұратына жетушілер. Оларды Раббылары өзінің мәрхаметімен және ризалығымен сондай-ақ тұрақты нығметке ие жанаттармен қуантады. Олар онда мәңгі қалушылар. Расында Алланың қасында сыйлық бар. Әй мүміндер! Егер әкелерің, туыстарың иманнан көрі қарсылықты жақсы көрсе, оларды дос тұтпаңдар. Ал сендерден кім оларды дос тұтса, онда олар залымдар. Мұхаммед, оған Алланың сәлемі болсын.
Егер әкелерің, балаларың, туыстарың, әйелдерің, ағайындарың тапқан малдарын, тоқтап қалуынан қорыққан саудаларын, жақсы көрген үйлерің сендерге Алладан, пайғамбарынан әрі оның жолында соғысуынан артық көрінсе, Алланың әмірі келгенге дейін күтіңдер де. Алла бұзық қауымды тура жолға салмайды. Расында Алла сендерге көп жерлерде нұсрат берді. Сондай Құнайын күні де сендерге нұсрат берді. Сол уақытта көптіктеріне мәз болған едіңдер. Сонда ол сендерге түк пайда бермеді. Сондай кең бола тұра жер сендерге тар келді. Сонан соң бет бұрып қайта қаштыңдар. Сонан кейін Алла елшісіне әрі мүміндерге тоқтау салды. Сондай сендерге көрмеген әскер жіберіп кәпірлерге соққы берді. Міне кәпірлердің жазасы осы. Сонымен бірге Алла бұл соғыстан кейін қалаған кісісіне тәубе нәсіп етер. Алла тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. Әй иман келтіргендер, дау жоқ, мүшриктер арам. Сондықтан биылдан кейін мешіт харамға жоламасын. Кедейліктен қорықсаңдар, егер Алла қаласа, сендерді өз кеңшілігімен байытады. Расында Алла толық білуші, хикмет иесі. Кітап берілгендерден Аллаға, ақырет күніне иман келтірмегендер және Алланың әр елшісінің арам еткен нәрселерін арам деп білмегендер және де хақ дінді, исламды, дін деп мойындамағандарменен сүмірейіп өз қолдарынан салық бергенге дейін соғысыңдар. Өйткені яһудилер Ғұзайыр Алланың ұлы деді. Және христиандар да Ғиса Алланың ұлы деді. Бұл бұрынғы кәпірлердің сөзіне ұқсатып ауыздармен айтқандары. Құдай атқырлар қайтып алданып отыр. Олар яһуди, христиандар, ғалымдар мен машайықтарын және Мәриям ұлы Ғисаны Алладан өзге тәңір қып алды. Негізінде олар бір тәңірге ғана құлшылық қылуға бұйырылған болатын. Өйткені одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол олардың қосқан шерігінен пәк. Олар Алланың нұрын, дінін ауыздармен өшіруді қалайды. Егер кәпірлер жек көрсе де, Алла мұны ұнатпайды да өз нұрын толықтайды. Өйткені ол елшісін туралық және хақ дінменен бүкіл діндерге басым болсын деп жіберген. Егер мүшриктер жақтырмаса да, әй мүміндер, ғалымдар мен машайықтарының көбі адамдардың малдарын бұзықтық арқылы жейді. Сондай Алланың жолынан тосады. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, сондай алтын, күмісті жиып, оны Алла жолында жұмсамағандарды күйзелтуші азаппен сүйіншіле. Қиямет күнінде олар тозақ отында қыздырылып, онымен олардың маңдайлары, қабырғалары және арқалары таңбаланып. Мынау өздерің үшін жиғандарың. Ал енді жинағандарыңның дәмін татыңдар деліне. 35. Расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан 4-еуі құрметті айлар. Міне осы берік дін. Онда бұл айларда өздеріне зұлымдық етпеңдер. Сондай-ақ мүшриктер сендермен түгел соғысқандай сендер де олармен түгелдей соғысыңдар. Әр арасында Алла тақуалармен бірге екенін біліңдер. Сөзсіз айды кешіктіру, қарсылықты арттыру. Сонымен кәпірлер жолдан шығарылады. Алланың харам еткен айының санын толтыру үшін оны бір жыл харам етіп, бір жыл халал етеді. Сөйтіп Алланың харам еткенін халал етеді. Олардың жаман істері өздеріне әйбет көрсетілді. Алла қарсы елді тура жолға салмайды. Әй мүміндер, сендерге не болды? Алла жолында соғысқа шығыңдар делінген кезде салмақтарыңды жерге салдыңдар. Жерден қозғалғыларың келмеді, ақыреттен көрі дүние тіршілігін қоштадыңдар ма? Негізінде дүние тіршілігінің пайдасы ақыретке қарағанда өте аз ғана. Егер соғысқа шықпасаңдар, Алла сендерді жан түршігерлік азапқа ұшыратады. Сондай-ақ орындарына басқа қауым келтіреді. Сендер Аллаға ешбір зиян келтіре алмайсыңдар. Алла әр нәрсеге күші жетуші. Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер де, оны кәпірлер Меккеден шығарған кезде үңгірдегі екінің бірі болған сәтте, оған Алла жәрдем еткен. Сол уақытта Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын жолдасына, Хазіретті Әбу Бәкірге. Кейіме. Расында Алла бізбен бірге дегенде, Алла оған тоқтау салды. Сондай-ақ оны сендер көрмейтін әскерлермен қолдады.
Сөйтіп кәпірлердің сөзін төмендетті. Алланың сөзі жоғары. Алла өте үстем, хикмет иесі. Әй мүміндер, жеңіл әрі ауыр түрде соғысқа шығыңдар. Сондай-ақ Алла жолында малдарыңмен, жандарыңмен соғысыңдар. Осыларың сендер үшін қайырлы, егер білген болсаңдар. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, егер жақындығы бір пайда, қолайлы сапар болса еді, әрине саған олар ілесер еді. Бірақ оларға машақатты сапар, тәбік жолы, өздерін әлекке салады. Алла олардың мүлде суайт екенін біледі. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, Алла сені кешірсін. Саған шын айтқандар анықталып, өтірікшілерді білмейінше оларға неге рұқсат бердің? Өйткені Аллаға, ақырет күніне иман келтіргендер Алла жолында малдармен, жандармен соғысуда сылтауратпайды. Алла тақуаларды жақсы біледі. Шынында сенен, Аллаға, ақырет күніне сенбегендер, жүректері күдіктеніп күмән ішінде екі ойлы болғандар ғана рұқсат сұрап сылтауратады. Егер ол мұнафықтар соғысқа шығуды қаласа, әрине ол үшін бір әзірлік көрер еді. Бірақ Алла олардың қимылдарын жақтырмады. Сондықтан оларды тосып қойды. Сондай-ақ оларға отырушылармен бірге отырыңдар делінді. Егер олар іштерінде шықса да сұрқылықты ғана арттырады. Әрине араларында пітне ізденіп жүгірер еді. Іштерінде олардың тыңшылары да бар. Алла залымдарды жақсы біледі. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, расында бұлар бұрын Ухуд соғысында да пітне іздеп істерінді терісіне айналдырған еді. Ақыры олар жек көрсе де ақиқат келіп, Алланың әмірі үстем болды. Олардан кей адам: маған рұқсат бер, әлекке салма дейді. Байқандар, олар негізінен әлекке түскендер. Сөзсіз тозақ кәпірлерді орап алады. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, егер саған бір игілік жетсе, олар оны жек көреді. Ал егер саған бір қайғы жетсе, ісімізді бұрын ыңғайлап алған едік дейді де, олар сүйініп қайтады. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, бізге Алланың жазғаны ғана болады. Ол біздің иеміз. Мүміндер Аллаға тәуекел қылсын де. Оларға: сендер бізге ғазилық, шәһидтік, екі игіліктің бірінен басқаның келуін күтесіңдер ме? Біз Алланың сендерге өз қасынан немесе біздің қолымыздан бір азап жеткізуін күтеміз. Ал онда сендер де тосыңдар, бізде сендермен бірге тосайық де. Оларға: малдарыңды мейлі пейілді, немесе пейілсіз түрде сарып қылыңдар. Сендерден әсте қабыл етілмейді. Өйткені сендер бұзақы елсіңдер де. Тек қана олардың сарып қылғандарын түрде мал сарып қылулары. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, онда сені олардың малдары, балалары танытқатпасын. Шынында Алла ол арқылы оларды дүние тіршілігінде азаптауды және қарсы болған бойда олардың жандарының шығуын қалайды. Олар: рас бізде сендерденбіз деп Алланың атымен ант ішеді. Негізінде олар сендерден емес. Бірақ олар қорқақ халық. Егер олар бір пана тапса, немесе үңгірлер, не бір кірерге тесік тапса, әрине олар солай бұрылып ұмтылар еді. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, олардың кейбіреуі садақалар жайында сені сөбеді. Оларға одан берілсе разы болып, егер оларға одан берілмесе, онда олар ыза болады. Егер олар рас Алланың елшісінің өздеріне бергеніне разы болса, және Алла бізге жеткілікті, жақында Алла және елшісі бізге мәрхаметімен береді. Расында біз Аллаға ынтықпыз деседі. Шын мәнінде садақалар, зекеттер Алла тарапынан бір парыз. Қолы тар пақырларға, түгі жоқ міскіндерге, оны жинауға белгілегендерге, көңілдері алынатындарға, жаңа мұсылмандарға, құлды азат етуге, борыштыларға, Алла жолына және жолда қалғандарға беріледі. Алла әр нәрсені білуші, хикмет иесі. Олардың кейбіреуі пайғамбарға: ол бір құлақ не болса соны тыңдайды деп жапа береді. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын оларға: ол сендер үшін қайырлы бір құлақ, Аллаға иман келтіреді де мұсылмандарға сенеді. Сондай-ақ сендерден иман келтіргендер үшін бір рахмет.
Алланың елшісіне жапа бергендерге күйзелтуші азап бар, олар сендерді разы қылу үшін Алланың атымен ант береді. Егер олар иман келтірген болса, Алланы және елшісін разы қылуларына тиісті еді. Олар біреу Аллаға әрі елшісіне қарсы келсе, расында соған ішінде мәңгі қалатұғын тозақ оты бар екенін білмей ме? Міне, ірі қорлық осы. Екіжүзділер өздеріне байланысты жүрегіндегілерден хабар беретін бір сүренің түсуінен қорқады. Мұхаммед Алланың сәлемі болсын. Қылжақтай тұрыңдар. Расында Алла сескенгендеріңді жарыққа шығарады де. Егер олардан сұрасаң, әрине біз әншейін сөзге кірісіп ойнап едік дейді. Оларға, Алламен аяттарымен және елшісімен қалжақтаған болдыңдар ма де. Желөретпеңдер. Сендер иман келтіргеннен кейін қарсы шықтыңдар. Сендерден бір топты кешірім етсек те, бір бөлімін күнәкар болғандықтарының салдарынан азапқа ұшыратамыз. Мұнафық ерлер мен әйелдер бір-бірінен. Бәрі-бір олар жамандыққа бұйырып, игіліктен тосады. Сондай-ақ олар қолдарын жұмады. Сараңдық қылады, олар Алланы ұмытты. Сондықтан Алла оларды ұмытты. Расында мұнафықтар, олар бұзықтар. Алла мұнафық ерлер мен мұнафық әйелдерге және кәпірлерге ішінде мүлде қалатын тозақ отын уәде етті. Сол оларға жетеді. Сондай-ақ Алла оларға лағнет етті. Әрі оларға тұрақты қинау бар. Мұнафықтар өздеріңнен бұрынғылар сияқтысыңдар. Олар сендерден де күшті және малдар, балалар тұрғысынан да көп еді. Олар дүниеде несібелерінен пайдаланған еді. Ал сендер де бұрынғылар несібелерінен пайдаланғандай несібелерінен пайдаланыңдар. Сондай-ақ жамандыққа олар сүңгігендей сендер де сүңгіңдер. Солардың дүние ақыреттегі амалдары жойылып кетті. Міне солар зиян етушілер. Оларға өздерінен бұрынғы Нұх, Ғад, Сәмүд қауымдары және Ыбырайым қауымы және Мәдиян елі ойран болған кенттердің хабары келмеді ме? Соларға пайғамбарлары ашық дәлелдер келтірген. Алла оларға зұлымдық қылмады. Олар өздеріне зұлымдық қылды. Мүмін ерлер мен мүмін әйелдер бір-біріне көмекші. Олар дұрыстыққа қосып бұрыстықтан тосады. Сондай-ақ олар намаздарын толық орындап, зекет беріп Аллаға, елшісіне бойұсынады. Соларды Алла мәрхаметіне бөлейді. Расында Алла тым үстем, аса дана. Алла мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге астарынан өзендер ағатын, олар онда мүлде қалатын бақшалар және Ғадын жаннатында көркем орындар уәде етті. Ал Алланың ризалығы өте зор табыс. Міне осы үлкен қол жетушілік. Әй пайғамбар, кәпірлер және мұнафықтармен күрес. Оларға қатаң бол. Олардың орны тозақ, қайтып барар орны қандай жаман. Олар айтпадық деп Алланың атымен ант ішеді. Расында олар қарсылық сөз айтқан болатын. Сондай олар мұсылман болғаннан кейін кәпір болды. Тағы олар бойлары жетпейтін нәрседен ой қылды. Тәбік соғысынан қайтқанда мұнафықтар пайғамбардың түйесін түнде шұңқырға түсіруге тырысады. Олар Алланы және елшісін мәрхаметімен байтқандығы үшін ғана міндейді. Шүкірсіздік етеді, егер олар тәубе қылса, өздері үшін жақсы. Ал егер олар жалтарса, Алла оларды дүние, ақыретте азапқа ұшыратады. Сондай-ақ оларға жер жүзінде не дос, не жәрдемші жоқ. Тағы олардан біреулер, егер Алла бізге өз кеңшілігінен мал берсе, әрине садақа беріп, игілерден болар едік деп Аллаға серт берді. Сонда Алла оған өз ілтипатымен берген кезде, оның бергеніне сараңдық қылды. Сөзінен айныды. Олар негізінен жалтақойлар. Енді Аллаға берген уәделеріне қарсы келіп, өтірік айтқандар үшін Алла өзіне жолығатын күнге дейін олардың жүректеріне екі беткейлік салып қояды. Олар сырлары мен сыбырларын Алланың анық білетіндігін білмеді ме? Шынайы түрде Алла көместерді толық біледі. Сондай мүміндерден садақаларда ынталы болушыларды айыптағандар, тағы тырысып тапқанын ғана бергендерді, тәлкектегендерді Алла мазаққа ұшыратады. Әрі олар үшін жан түршігерлік қинау бар. Мұхаммед оған, я Алланың сәлемі болсын, мұнафықтар үшін жарылғануларын тілесең де, тілемесең де, тіпті олар үшін 70 қайта жарылғануын тілесең де, Алла оларды әсте жарылғамады. Бұл олардың Аллаға, елшісіне қарсы болғандықтарынан.
Алла бұзақы халықты тура жолға салмайды. Олар Алланың елшісіне қарсы болып, соғысқа бармай отырып қалғандарына мәз болды. Сондай-ақ олар Алла жолында малдармен, жандармен соғысуды жек көреді. Олар, бұл ыстықта соғысқа шықпаңдар деді. Егер түсінетін болса, тозақ оты тағы қатты ыстық де. Енді олар істегендерінің салдарынан аз күлсін, көп жыласын. Олардың күлулерінен жылаулары көп болады. Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, егер Алла сені Тәбүктен Мединедегі соғысқа бармай қалған мұнафықтар тобына қайтарып апарса, олар сенен соғысқа шығуға рұқсат сұраса. Әсте менімен бірге шықпайсыңдар да, менімен бірге жаумен еш соғыспайсыңдар. Өйткені сендер алғашқы рет отырып қалуды қоштадыңдар. Ал енді артта қалушылармен бірге отырыңдар де. Олардан біреу өлсе, әсте жаназа намазын оқыма да қабірінің басында тұрма. Өйткені олар Аллаға, пайғамбарына қарсы келді. Сондай-ақ олар бұзық күйінде өлді. Және сені олардың малдары, балалары таңырқатпасын. Шынында Алла мұнымен оларға дүние тіршілігінде азаптауды және қарсы болған бойда олардың жандарының шығуын қалайды. Қашан оларға Аллаға иман келтіріңдер, Алланың елшісімен бірге соғысыңдар делінген бір сүре түсірілсе, олардың дәулеттілері сенен рұқсат сұрап, бізді қой, отырушылармен бірге болайық дейді. Олар артта қалушылармен бірге болуды қоштады. Олардың жүректері бітелген. Сондықтан түсінбейді. Бірақ пайғамбар және онымен бірге иман келтіргендер малдармен, жандармен соғысты. Жақсылықтар солардікі. Міне солар құтылушылар. Алла оларға астарынан өзендер ағатын, олар ішінде мәңгі қалатын бақшалар әзірледі. Осы зор қол жеткендік. Бәдәуилерден желеушілер өздеріне рұқсат берілсін деп келді. Сондай-ақ Аллаға, пайғамбарға өтірік айтқандар да отырып қала берді. Олардан кәпір болғандарына күйзелтуші азапқа ұшырайды. Қашанда Аллаға, елшісіне ықыласты болған нашарларға, ауруларға және қаражат таба алмағандарға кінә жоқ. Негізінен жақсылық істеушілерге жауапкершілік жоқ. Алла тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. Сондай көліктендіріп жіберуің үшін саған келгенде. Сендерді аттандыратын көлік таба алмадым дегеніңде, өздері де сарып қыларлық нәрсе таба алмай көз жастарын күйінген түрде төгіп қайтқандарға да кінә жоқ. Ал сөгіс беру өздері бай бола тұра, сенен рұқсат сұрап, кейін қалушылармен бірге болуды қоштағандарға тиісті. Алла олардың жүректерін бітеген. Сондықтан олар білмейді. Соғыстан қайтып оларға барсаңдар, сендерге сылтауратады. Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сылтауратпаңдар, сендерге әсте сенбейміз. Расында Алла бізге хабарларыңды білдірді. Алла да елшісі де істеріңді көреді. Сонан кейін көместі, көрнеуді білуші Аллаға қайтарыласыңдар. Сонда сендерге не істегендерің білдіріледі де. Қашан олардың жанына қайта оралсаңдар, оларды айыптаудан бет бұруларың үшін Алланың атымен ант ішеді. Онда олардан бой тартыңдар. Өйткені олар арам істегендерінің жазасы түрінде олардың орны тозақ. Олар сендердің өздерінен қош болуларың үшін ант су ішеді. Егер сендер олардан қош болсаңдар да, расында Алла бұзық елден разы болмайды. Бәдәуилер қарсылық және екі жүзділік тұрғысынан қаттырақ. Сондай олар Алланың елшісіне түсіргендерінің шегін білмеулеріне аса бейім. Алла толық білуші, аса дана. Бәдәуилерден Алла жолында бергенін зиян есебіне алатын кісілер бар. Сендерге жаман дәуірлер күтеді. Дәуірлердің жаманы өздеріне болсын. Алла толық естуші, анық білуші. Және бәдәуилерден Аллаға, ақырет күніне сенетін, қаражат қылғандарын Алла қасында, жақындық сондай-ақ пайғамбардың ізгі тілектеріне сай деп есептейтін кісі де бар. Сақ болыңдар. Бұл шынайы бір жақындық. Алла оларды мәрхаметіне бөлейді. Расында Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Мұхажир, әнсарлардан алғашқы иман келтіргендер және жақсылықта оларға ергендерден Алла разы болды. Әрі олар да Алладан разы болды. Сондай-ақ Алла олар үшін мәңгі қалатын, астарынан өзендер ағатын жәннаттер әзірледі. Осы ірі мұрат. Араларындағы бәдәуилерден 200 кісілер бар.
Сондай-ақ мәдиналықтардан да 200-лікте сірескендер бар. Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оларды білмейсіңдер, оларды біз білеміз. Оларды 2 рет азап қыламыз. Сонан соң олар зор азап қайталады. Басқа біреулер күнәларын мойындады. Бірақ олар түзу істі басқа жаман іспен араластырады. Алла олардың тәубелерін бәлкім қабыл етер. Расында Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Мұхаммед оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, олардың малдарынан садақа ал да, ол арқылы оларды тазартып берекелендіресің. Оларға дұға қыл. Өйткені сенің дұғаң олар үшін бір тоқтау. Алла толық естуші, аса білуші. Олар құлдарының тәубесін қабыл етіп, садақаларын қабылдайтын ол Алла ғана екенін білмей ме? Шынында ол Алла тәубені қабыл етуші, ерекше мейірімді. Мұхаммед оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, оларға. Істейтіндеріңді істеңдер. Істеріңді Алла, пайғамбар және мүміндер көреді. Сондай-ақ көмес, көрнеуді білуші Аллаға қайтарыласыңдар да сендерге не істегендерің білдіріледі де. Соғыстан қалып Алланың әмірін күткендер, Алла оларды не азаптайды немесе тәубелерін қабыл етеді. Алла толық білуші, хикмет иесі. Сондай зиян тигізу, қарсы келу, мұсылмандардың арасын ашу, және бұрыннан Алла және елшісіне қарсы соғысқан біреуді күту үшін мешіт жасап алғандар. Игілікті ғана қалап едік деп әлбетте ант ішеді. Сондай-ақ Алла олардың асқан суайт екендігіне куәлік етеді. Мұхаммед оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ол мешітте әсте намаз оқыма. Бастапқы күннен бері тақуалық негізінде салынған Құба мешіті намазға тұруына тағылайық. Онда тап-таза болуды сүйетін кісілер бар. Алла да өте таза болушыларды жақсы көреді. Ендеше іргетасын Алладан қорқып, ризалығына сәйкес салған біреу жақсы ма? Немесе іргесін құлайтын бір жардың ернеуіне салып, онымен тозаққа құлаған біреу жақсы ма? Алла залым елді тура жолға салмайды. Сондай олардың салған мешіттері жүректері быт-шыт болғанға, өлгенге дейін үнемі көңілдерінде күдік болған бойда қалады. Алла толық білуші, хикмет иесі. Күдіксіз Алла мүміндердің жандарын, малдарын жәннаттен айырбастап алды. Олар Алла жолында соғысады, өледі және өлтіреді. Бұған байланысты хақ уәде Тәуратта, Інжілде және Құранда бар. Алладан артық уәдесін кім орындайды? Ендеше бұл саудаласқан саудаларына қуаныңдар. Міне осы ірі қол жетушілік. Әй Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын. Тәубе етушілер, құлшылық қылушылар, мақтаушылар, ораза ұстаушылар, бүркі қылушылар, сәжде етушілер, жақсылыққа бұйырушылар, жамандықтан тыюшылар және Алланың шектерін қорғаушылар, осы мүміндерді сүйіншіле. Пайғамбарға және мүміндерге тозақтық екендігі өздеріне білінгеннен кейін, егер жақындары болса да, мүшіктер үшін жарылқау тілеулеріне болмайды. Ибраимның оған Алланың сәлемі болсын, әкесі үшін жарылқау тілеуі оған берген бір уәде бойынша ғана еді. Өзіне оның Алланың дұшпаны екені білінген кезде одан безді. Расында Ибраим оған Алланың сәлемі болсын, қажырлы әрі жұмсақ мінезді еді. Алла бір елді тура жолға салғаннан кейін олардың сақсынатын нәрселерін ашық білдірмейінше оларды адастырмайды. Расында Алла әр нәрсені толық білуші. Шынында көктердің және жердің иелігі Аллаға тән. Ол тірілтеді, өлтіреді. Сондай-ақ сендер үшін Алладан өзге не дос, не жәрдемші жоқ. Шынында Алла бір бөлімінің жүректері ауытқуға таяған аушылықтан кейін пайғамбарға ерген мұхажирлер мен әнсардың пайғамбардың тәубелерін қабыл етті. Алла оларға тым жұмсақ, өте мейірімді болғандығынан тағы да олардың тәубелерін қабыл етті. Соғыстан қалған үшеуінің де тәубесін қабыл етті. Тіпті оларға жер кең бола тұра тар келген еді. Өздерінен өздері тарылып, Алладан басқа ешбір пана жоқтығын аңғарды. Содан кейін Алла оларға тәубе нәсіп етті. Шынында ол Алла тым тәубе қабыл етуші, өте мейірімді. Әй мүміндер! Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар. Мәдиналықтардың және маңайлардағы бәдәуилердің Алланың елшісінен кейін қалуларына, сондай-ақ оның жанынан өз жандарын артық көрулеріне болмайды.
Өйткені олар Алла жолында шөлге душар болса, шаршаса, ашықса, кәпірлерді ызаландыратын бір жерді басып өтсе, және дұшпанды жеңсе ғана, оларға сол себепті жақсы амал жазылады. Алла игілік істеушілердің сауабын зая қылмайды. Олар Алла жолында үлкен-кіші бір нәрсе сарып қылса, бір ойпатты басып өтсе, Алла олардың көркем амалдарына сыйлық беру үшін сауап жазылады. Онымен қатар мүміндердің бір тұтас жауға аттанулары тиісті емес. Сонда әр топтан дін ғылымын үйреніп, олар қайтып келгенде олардың сақсынулар үшін ескертулері керек емес пе? Әй мүміндер! Маңайларыңдағы кәпірлермен соғысыңдар. Олар сендерден бір қатаңдық тапсын. Расында Алла тақуалармен бірге екенін біліңдер. Бір сүре түсірілген кезде олардан: бұл қайсыларыңның иманын арттырады дейтінде біреулер бар. Дегенмен мүміндердің иманын арттырады, олар қуансады. Сондай-ақ ол сүре жүректерінде дерті болғандардың жамандықтарының үстіне жамандық арттырады, олар қарсы болған күйде өледі. Мұнафықтар әр жыл бір не екі рет сыналғандарын көрмей ме? Сонда да олар тәубе қылмайды, үгітте алмайды. Қашан бір сүре түсірілсе, біріне бірі қарап: сендерді көретін біреу бар ма десіп, сонсоң өздері бұрыла жөнеледі. Алла олардың жүректерін теріс айналдырған. Расында олар түсінбейтін әлеумет. Расында сендерге іштеріңнен ардақты бір пайғамбар келді. Оған қиналуларың ауыр тиеді.